Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге мен уәде еткенімдей энергия көтеру сабағын өткелі жатырмын. Мына жерге өздерінің бүгінгі числоны жазып қойыңдар. Сосын ары қарай бастай береміз. Бұл энергия көтеру сабағы алгоритмнің ішіндегі энергия көтеру. Запростарыңызды істеп қоясыз. Мына жерге өзіңізге жазуға болады. Менің энергия өте жоғары. Мен әрдайым көңіл күйім жоғары деңгейде жүремін. Маған ешқандай кедергі жоқ. Осылай өзіңіздің ойыңызға энергия туралы жақсы әңгімелерді аффирмация есебінде жазуыңызға болады. Енді мына жерге біз 2 минутқа таймер қойып жібереміз де, ойымызға қандай сөз келеді, соны жазамыз. Кеттік. Міне 2 минут таймер аяқталды. Осы жерден аяқтаймыз. 4 санаймыз. Менде 44 болды, қыздар. Осылай санап жазып, неше болған. Енді біз осы энергия көтеру алгоритмін саламыз. Салатын боламыз. Бұл жерде біз өзіміз бірінші ортаға дөңгелек сызамыз. Қандай дөңгелек сызыңыз? Мынау мен, я деп қояйық. Бұл мен. Енді біз осы өзіміздің бойымыздағы энергияларды салып шығамыз. Бойымыздағы энергияның барлығын салып шығамыз. Шықтық та, салдық. Енді осыны не істейміз? Гармонияға келтіреміз. Өзіміздің бойымыздағы энергиямыз ішіміздегі.
осыны жақсылап тұрып гармонияға келтіреміз. Түсіндің, е? Түсінікті ғой? Әдемілеп гармонияға келтіреміз. Бұл сіздің ішіңіздегі энергия. Келтіреміз. Гармонияға келтіру деген сөз, бұл сіздің ішіңізде неше түрлі нейрондар бар да, нейрондар бәрі бықырсып шатысып жатыр да. Олар неге бықырсып шатысады? Неше түрлі ақпараттар сенің миыңда жатыр, білдіңіз бе? Сол ақпараттарды қорытып, ішіне мына гармонияға келтірген уақытта миға жақсы сигнал барады. Түсіндіңіз бе? Гармония деген сөздің өзі де білесің ғой, енді айтады, үйде сондай гармония бар екен дейді ғой, мысалы, үйлесімділік қой ол енді. Үйде аурасы жақсы болады, үйде гармониясы жақсы болса, мысалға да, сол үйлесімділік өстіп, сенің миыңдағы нейрондарда үйлесімділік тапқан уақытта, сенің миыңа сигнал үйлесімділікке барады. Түсіндің бе? Сондықтан ми қандай сен запрос тастадың, соны үйлесімді етіп сізге береді екен. Түсіндіңіз ба? Сондықтан үйлесімділік деген бұл керек дүние. Үйлесімділік деген керек дүние. Сондықтан барлық затты үйлесімділікке айналдырып, үнемі үйлесімді қылып. Жалпы нейрографиканы салған уақытта онда басты рөл осы неге? Басты рөл, адам басты назар аударатын дүние гармония. Түсіндіңіз ба? Барлық сіз сызғандарыңызды сызып алып, қалай болса солай тастап кетуге болмайды. Оны не істейді? Гармонияға келтіруіміз керек. Мінекей мен бәрін келтірдім гармонияға, шамам келгенше, ұмытып кеткен жоқ, жер жоқ сияқты. Сондықтан осының барлығын осылай әдемілеп гармонияға келтіріп аламыз екен. Түсіндіңіз ғой? Енді біз осы неден жаңағы осы біздің ішкі энергиямыздан сыртқа қарай энергия жібереміз, сыртқа. Түсіндіңіз ба? Мына өзіміздің ішкі энергиямыз, осыны сыртқа таратамыз. Әрбір бұрыштан, әрбір мынандай жерлердің бәріне осылай әрбір бұрыштан осылай жібереміз. Әрбіріне осылай жібереміз. Түсінікті ғой? Сөйтіп сіздер жіберіп отырыңыз. Әрбіріне жібереміз.
Өте. Қай жерден жіберсем болады деп ойлап жатырмын да, қай жерден түсірсем болады деген ойда отырмын. Так, мына жерден жіберсем болады шығар. Міне мен болдық жіберіп, енді не істейміз? Бұларды да гармонияға келтіреміз. Бұны да гармонияға жақсылап тұрып келтіріп аламыз, мына жерлердің барлығын. Гармонияға келтіріп аламыз. Жалпы нейрографиканы сызып отырған уақытта сіз өзіңіз мына аяқтарыңызға мән беріңіз. Аяқтарыңыз айқасып отқан жоқ па, айқастырып отқан жоқсыз ба, қалай тұр, соның бәріне мән беріңіз. Өйткені аяқ айқасқан уақытта неден сырттан келіп тұрған нені, энергияны қабылдай алмайсыңыз екен. Сондықтан бәріне мән беріп қарап отыру керек. Сосын нейрографиканы салып жатқан уақытта өзіңіз жақсы ойда отырып, жақсы нелерді, мысалы ақпараттарды ой. Көбіне мен нелер, зікірлер айтып отырамын да. Астағфируллах, болмаса жаңағы ля хауля уа ля қуата дегендерді, соны көбіне ля хауля уа ля қуата илля биллах дегенді айтып отырамын. Неге десең, Алладан асқан құдіретті күш жоқ деген сөз ғой ол. Алла ол шексіз. Осы сенің бүгін демалып отыруың, осы суретті салуың, осы суретті нейрографиканы салайыншы деп шешім қабылдауының барлығы Алланың арқасында, Алланың құдіретіменен болып жатқан дүние. Сен өздігіңнен еш нәрсені жасай алмайсың. Сенің артыңда Алла тұр, бәрін жасатып отқан да сол, шешімді қабылдатып отқан да сол. Сенің өміріңді өзгертейін деп талпынып жатқан да сол. Сен осы өмірімді өзгертсем, табысымды көбірек тапсам, болмаса қарым-қатынасымды жөндесем деген сияқты неше түрлі запростармен келіп отырсыңдар ғой, бәрінде. Сондықтан соның бәрін Алланың құдіретімен болып жатқан дүние. Сондықтан ля хауля уа ля қуата илля биллах. Алладан асқан құдіретті күш жоқ. Сондықтан қыздареке осындай жақсы сөздерді айтады. Болмаса астағфируллах. Астағфируллах уа атубу илайх деп айтамын мен, бірақ дегенмен біреулер оны ұзақ көруі мүмкін. Сондықтан қысқаша түрде астағфируллах, астағфируллах деп айтып отырсаңыз да болады. Енді сырлаймыз. 5 түрлі сыр таңдап аламыз. Өзімізге ұнайтын 5 түрлі сырды таңдап аламыз. Сонымен сырлаймыз. Так, мен өзіме ұнайтын сырлардан бастайын. Мен өзіме ұнайтын сырлардан бастаймын. Ал сырлап шығамыз бәрін жақсылап тұрып, өзіміздің қалаған. Сосын бір бағытқа сырлаймыз. Қыздар қалай болсын, біреуін тік, біреуін жаңа көлденеңнен сөйтіп сырлауға болмайды. Біреуін қалай бастадым, мысалы қазір мен мінекей көлденеңнен бастадым ғой, мінекей осылай сырлап кете береміз. Тікесінен бастадым да мен. Осылай өзімізге ұнайтын түспенен жақсылап тұрып сырлаймыз. Қыздар, бір ячейканы бір краскамен краскілеп тастауға болмайды. Мысалға міне 1, 2, 3 ячейка сырладым. Осы 3-тен жоғары, 2-ден жоғары болу керек. Сіздің сырлап жатқан сырыңыз, жақсы ма? Біреу қылып қалды. Бір түйір ячейканы бояп тастап кете беруге болмайды бір сырмен. Мысалы әртүрлі сырменен бояуға тырысамыз. түсінікті ғой сыр жөнінде да, краска жөнінде. Сосын өзіңіздің қалаған, ұнаған, қай сізге көзіңізге ұрып тұр, мысалы қай бояумен бояғыңыз келіп отыр деген сияқты, сол бояумен жүрегіңіздің қалаған бояуымен бояйсыңыз. Жақсы ма? 5 түрлі бір алгоритмге 5 түрлі бояуды қолдана аламыз екен.
Так. Жалпы алгоритмде гармонияға келтіріп отыру міндетті деп айттым ғой. Гармонияға келтіріп отыру керек қай затты да. Гармонияға келмей қалмасын. Бәр затыңызда гармонияға келіп тұру керек. Гармонияның өзі келмей қалса, онда уже миға дұрыс сигнал бармай қалады. Сосын беріп отқан запростарыңыз орындалмайды. Сосын орындалмағаннан кейін сіз не істейсіз? Ренжисіз. Менікі орындалмайды, болмай жатыр деп та, сондықтан көбіне қымтеді осы гармонияға мән беруіміз керек. Так. Осы сары красканы мен өзім жақсы көремін. Жалпы сары, жасыл дегендерді өзім ұнайды өзіме да әуелден де. Сондықтан сырлайын десем, бұл да қашып кетіп жатыр ғой, менің түбіне тығып қалыпты. Осындай сырлап отқан уақытта міне гармонияға келмей қалған жерлеріңіз болады, соларды гармонияға келтіріп жіберсеңіз болады. Түсіндіңіз бе? Сөйтіп сырлап отқанда көріп қаласың да гармонияға келмей қалған жерлерді. Мына жерде менде гармонияға келмей қалыпты, бұрышы. Осы жерде мен гармонияға келтіріп кетемін. Мына жерде де бұрышы келмей қалыпты мен гармонияға. Түсіндіңіз бе? Сөйтіп келмей қалған жерлерді гармонияға келтіріп кетеміз. Сары красканы жақсы көремін. Сары краска несі ұшы дұрыс шықпай тұр. Көрдің, ұшы сынып қалып тұр. Білмеймін неге екенін осы. Ұшы сынып қалып тұр да қайта. Мен сөйлемей қалыппын ғой, менің несінен беріліп кетіп жатырмын да, краскамды бояғанға беріліп кетіп жатырмын. Что қыздар, жалпы нейрографикада жаңағы айтып жатады ғой, результат көрген жоқпын деп жатады да. Нейрографикаға кімдер нәтиже көрмейді нейрографика салғанда? Жаңағы үнемі энергиясы төмен, жалып айта беретін, тұрақсыз сондай болсаңыз, онда сізде уже нәтиже көре алмай қаласыз. Сондықтан бұны тұрақты түрде салу керек. Сосын ішкі күйің жөнделген уақытта өзінен өзі не істейді?
сізде табыстар бәрі бола бастайды. Сондықтан оған ешқандай нетпеу керек, қамықпау керек. Менде нәтиже жоқ, бүйтіп жатыр, сөйтіп жатыр деп та, нәтиже болады. Нәтиже өте көп болады. Өйткені сіз өзіңіз мән беріп істеуіңіз керек, қай затқа да мән беру керек. Сен дұрыстап мән бермесең, наның да піспейді ғой, солай емес па? Ең кішкентайда үйде дұрыс елемесең, дұрыс жылы жерге қоймасаң, пешіңді дұрыстап қыздырмасаң, астына майлап жақсылап тұрып, неңді салып, қамырыңды салып, кішкене көтеріп, сосын бәрін жөндемесең, конечно, ол піспейді. Солай емес па? Ең қарапайым да, мысалға, ең қарапайым сол қай затқа да мән берген уақытта. Үйде де сол ғой, мән берген уақытта тамағың дұрыстап піседі. Жалпы жақсы көңіл күймен тамақ істесең де, солай тек сап не істесең, тамағың да дұрыс шықпайды. Егер көңіл күйің болмаса да тамақ дұрыс шықпайды үйде. Солай емес па? Сондықтан қай уақытта да жақсы көңіл күйменен мына нейрографиканы салғанда сізде көңіл күй өте жақсы болу керек. Көңіл көтерің. Егер сізде көңіл күйіңіз онша болмаса, нейрографиканы салмай ақ қойыңыз, артынан салыңыз. Біреуге ренжіп тұрсаңыз. Сондықтан шама келгенше таңертең ерте салған жақсы. Өйткені сен ерте әлі ешкімменен сөйлескен жоқсың, ешкіммен конфликтке келген жоқсың. Солай емес па? Солай болады да. Сондықтан шама келгенше таңертең ерте салыңыз. Ерте ешкіммен сөйлескен жоқсың, ешкіммен телефон ешкімде ашқан жоқсың, көңіл күйіңді түсіретіндей еш нәрсені сен әлі көрген жоқсың. Сол уақытта салып тастасаң, сенің запростарың жақсы, тез орындалады. Енді мына жерде гармонияны келтіруді қалып қойған. Көрдіңіз ба, қыздар, мен уже гармонияға походу келтіріп кетіп жатырмын. Осылай сізде көріп қалған жеріңізді гармонияға келтіріп кете беріңіз. Гармонияға келтіріп кете беріңіз, бәрі жақсы болады. Мен жаңа нені бастайтын уақытта зарядым аз болды да. Сондықтан мен асығып сырлап жатырмын. Қыздар, былай уақытта мен асықпай отырып сырлағанды жақсы көремін негізінде. Әдемі қылып мән беріп, шектерін шығармай, күшті қылып істегенді жақсы көремін. Сондықтан бірақ қазір мен асығып жатырмын, артынан мынаны толықтырып сырлайтын боламын. Неге десең, мен зарядым жаңа бір 24% қалып еді, сол жетпей қалуы мүмкін деп асығып жатырмын. Өзім жетпей тұрғанда осы нелерімді нетіп алайын. Зарядым бар уақытта істеп алайын, сырлап алайын, тездетіп деп нетіп жатырмын. Айып өтпеңдер, мен асығып жатқаныма. Самый главный не сызылды. Енді қазір мен энергия линияларын жіберем, сосын фиксациясын жасаймын. Соған үлгергім келіп жатыр. Сіздер мынаны жақсылап әдемілеп бояңыздар, мен құсап қапылмаңыз. Мен сол асығып жатырмын неге. Жаңағы нетіп қалама деп та. Зарядым отырып қалама деп қапылып жатырмын да. Негізі бұлай штрихтап салуға болмайды. Әрбір ячейканы бөлек-бөлек сырлағанда әдемі шығады. Мынаны бөлек сырлап алсаң, сосын екінші ячейканы бөлек сырлап алсаң, сонда жақсы шығады. Түсіндіңіз ба? Мына бір ячейканы мен боядым, енді екінші ячейканы бояп алуыңыз керек, үсті бөлек-бөлек. Сонда жақсы шығады. Үстінен тағы өзім бояйтын болам. Пока осылай жібере беремін. Мына біздің өзімізден шығарып жатқан энергиямыз.
Соны да ойлап отырыңыз. Мен өзімнен жан жаққа энергия шашып жатырмын. Менің энергиям өте күшті. Иә, менің энергиям любой адамды қаратады деп та, менің энергиям адамдарға пайдалы деген нелерді айтып отырғанымыз жақсы. Жақсы ма? Сондай жақсы сөздерді айтып отырып салған дұрыс. Мен энергиям көп, менің энергиям тасып жатыр, менің энергиям сондай өзімнен менен позитивный энергия шығады. Мен адамдардың қасына жақындағанда адамдардың көңіл күйі көтеріледі. Өйткені менде үнемі позитивный энергия шашып тұрамын деп жақсы сөздерді айтып отырған дұрыс. Жақсы сөз жарым ырыс дейді ғой. Сол тектен текке айтылмаған жақсы сөз жарым ырыс. Жақсы сөз айтып білу керек адам. Өзіңнен жақсы сөздер шығу керек аузыңнан. Аузыңнан шыққан сөз сенің өмірің деп атады ғой. Сен қандай сөз айтасың, сол сенің өміріңде орын алатын дүниелер деп атады. Соның барлығы расбаяда әке-шешелеріміз ұрсатын еді, тек олай деп айтпа деп. Бірдеңелерді айтып жатамыз ғой, жайымыз қарап отырмыз, баламыз, ештеңе білмейміз. Тек ей деп сөйтетін еді ғой, айтпа ондайды, болмайды деп. Сонда не үшін болмайды, неге болмайды, ол туралы айтпайды, бірақ болмайды дейді. Ал қыздар, мен осылай боядым, үстінен қанықтырып жақсылап бояйын тағы да. Қазір мен линия жүргізіп тастайын, соған үлгеруге тырысып жатырмын. Мынау менің осы жерден жүргізгенді қалап отырмын. Осы жерде маған миым сигналды беріп отыр, осы жерден жүрші деп. Осы жерден жүрші деп. Менің миым сигнал беріп отыр. Осы жерден жүр деп. Түсіндіңіз бе? Осыны қалың қылып қайтадан жүргіземіз. Неге десең, бұл энергия линиясы бұл. Бұл не үшін керек? Бұл энергия линиясы біздің жұмысымызды тездетеді, яғни запросымыздың орындалуына мүмкіндік береді. Түсіндіңіз бе? Жұмысымызды тездетеді деген сөз. Уже мана беріп тастадың ғой, запрос бердің ғой мысалға. Мен энергиям көтеріңкі, мен энергиям жан жаққа шашып жатырмын, менен шығатын энергия өте жақсы деп та. Ал енді мынау фиксация. Бұл сіздің ішіңіздегі энергия ғой. Осыған фиксация жасайсыз. Фиксация деген сөз сіздің жұмысыңыздың аяқталғанын білдіреді. Ал мына энергия линиясы бұл жұмысыңызды тездетеді. Ал мынау аяқталғандығын білдіреді. Түсіндіңіз бе? Мінекей осылай. Енді осыны гармонияға келтіреміз тағы да. Гармонияға келмей тұрған не? Мысалы, мына жері келмей тұр. Бүйтіп үшбұрышта домалақтап, әдемілеп гармонияға келтіріп кетеміз. Мына жерлердің барлығын домалақтап, әдемілеп келтіріп кетеміз. Түсіндік пе? Гармонияға келсе, миға да жақсы сигнал барады. Сосын олар сенің берген запросыңды жақсылап соған жұмыс жасайды. Ми дейтін білесіңіз ғой, сондай керемет дүние ғой. Қандай сигнал барады, миға дәл соны орындайды. Ол айырмайды ол. Жақсы, жаман, әдемі, әдемі емес, тағы бірдеңе, көңілді, көңілсіз деген істемейді ол тек. Келді уж, қожайынымнан келді мынандай запрос, болды, значит, соны орындау керек деп, олар сразу орындауға кірісіп кетеді екен. Сондықтан қай уақытта да жақсы дүниені беруге, жақсы әңгімелерді айтуға, жақсы сөздерді айтуға талпынып отыруымыз керек. Қай уақытта да жақсы дүние шығу керек, аузымыздан жақсы сөз шығу керек. Баяғыда бір мақал ма, мәтел бар еді ғой, іріген ауыздан шіріген сөз шығады деп, білдіңіз бе? Сондықтан ондай неге дәрежеге өзіңізді жеткізбеңіз. Жақсы дәрежеде жүріңіз, жақсы сөз сөйлейтін, жақсы ой ойлайтындардың қатарынан болыңыз. Оның барлығы сіздің өзіңіздің қолыңызда. Оны ешкім істеп бермейді, оны тек қана өзіңіз жасайсыз. Ал болып қалдық. Енді краскілеп, жақсап краскілеймін. Былай болдым. Краскілерін қанық қылып жүргізейін тағы да. Сіздерде әдемілеп краскілерін қанық қылып жүргізіңіз. Сосын тағы да 2 минутқа таймер қоясыңыз да,
тағы да өзіңіздің ішіңізден қандай сөз шығады соны жазыңыз. Бұл не үшін керек? Ол мысалы мына нейрографиканы бастаған уақытта қандай сөз шықты, нейрографиканы аяқтағанда сіз қандай болдыңыз, қандай сөз шықты, соны айыру үшін сол керек. Ойыңыз қандай, сол уақыттағы энергияңыз қандай деген сияқты ғой, қандай болды деген сияқты. Соны айыруға өзіңе де керек. Кейде мысалы нейрографиканы бастайтын уақыттарда сізде мүмкін шаршап тұрған шығарсыз, мүмкін бір нәрсеге ренжіп тұруыңыз мүмкін да, неше түрлі ойлар ойлап тұруыңыз мүмкін, бірдеңе жетпей жатыр, бір нәрсе болып жатыр деген сияқты дүниелер болуы мүмкін. Сол уақытта сізде жаман сөздер шығуы мүмкін да, ойыңыздан, аузыңыздан сондай сөз келуі мүмкін. Ал енді мынаны отырып спокойно арқайын салғаннан кейін сіздің ойыңызға жақсы сөздер келіп, жақсы істер істеуге тырысып өйтуіңіз мүмкін. Сол уақытта білесіз, деп ойлайсыз да, мынандай екен ғой деп та. Қара, артынан жазғаныңды оқып қарайсың, қарасаң белгілі болады да, уже қандай сөз жазғандарын. Бір уақытта біреу бастағанда негатив жазады, аяқтағанда позитивный сөздер шығып жатады да, адамнан білмейсің. Сондықтан сондай дүниелер. Kosma boşuna canımdan geçsem сары деген өткенде де бір не алдым да, мен краска алдым да, өткенде де алдым бір. Соның да сарысы онша не істеді, тез құртылып қалды. Мынау да сондай болайын деп тұр да, жалпы сары құдайым айтыр маған, неге ол түсінбей жатырмын. Енді 72 түрлі свет бар, бір не бар екен, соны алайыншы деп қойып, бұйырса соны алмасам енді 24 не дегендерді алып жатырмын. Жылдам бітіп қалады. Көп қолданғаннан кейін да.
Өзім осы сары краска менен жасыл красканы жақсы көремін. Көбіне соларды қолданамын. Өзіме әуелден ұнайды да ол бастан. Жалпы бұл нейрографика дегенге келмей тұрғаннан, жалпы бір нәрсе салатын болсам, сондай краскаларменен бояғанды, киім алғанда да сондай бояуларды мен жақсы көріп тұрамын. Білмедім неге екенін. Бәрі де ол Алла тағала өзі соны таңдататыны. Так. Мен болып қалған сияқтымын, қыздарики. Осыларды арамыздан кішкене бояп жіберіп, қанық қылып бояп жіберейін. Қыздарики, бояп болдым мен. Неке енді ал көрдіңіздер, түсіндіңіз ғой да, түсінікті. Екінші бетіне жақсылап тұрып мені жазыңыз, таймер қойып жіберіп, тағы да өзіңіздің ойыңыздағы сөздеріңізді жазыңыздар. Ал барлығыңызға сәттілік. Мен болдым.